Баршаңызға сәлем, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Алмасбек. Қытай тілін үйренудің екінші сабағына қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақта сіздермен бүкіл дауыссыз, дауысты дыбыстарды үйрене болатынбыз. Бүгін Қытай тіліндегі дыбыстың тондарын үйренетін боламыз. Кеттік. Ол тон деген не? Жалпы бізде көптеген тілдерде тон деген ұғым жоқ. Мысалы, қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде тон деген ұғым жоқ бізде. Мысалы, біз қалай бар, солай айтыламыз. Әртүрлі тонда. Мысалы, қалың қалай? Жақсы, жақсы, жақсы деген сияқты әртүрлі тонмен айта аламыз. Бірақ Қытай тілі олай емес. Қытай тілінде әрбір сөздің өзіне тиесілі тоны ғана бар. Бұл тек сонымен ғана айтылу керек. Тон деген бұл жерде как музыкадағы нота, ырғақ сияқты ғой. До, ре, ми, фа, сол, ля, си, до деген сияқты. Мысалы, 7 нота бар болса, Қытай тілінде 4 түрлі тон бар болады. Сол тондарды қазір өтетін боламыз. Мысалы, қытайша амандасу бәріміз білетін шығармыз, иә? Ни хау деп айтылады. Оны барлығымыз енді өзіміз білгенімізше айтып жүрміз. Біреу ни хау дейді, біреу ни хау дейді, біреу ни хау дейді деген сияқты. Осы жерде оның дұрыс тонының айтылуы былай болады, достар. Ни хау. Ни хау. Яғни дәл осы тонмен айтылу керек. Оны егер сен ни хау деп айтсаң, ол дұрыс болмайды. Оның мағынасы өзгеріп кетеді уже деген сияқты. Сол үшін өзіне тиесілі тон бар. Ол бізде мына жерде үшінші тон. Ни хау. Ни хау. Ни хау деген сияқты өзінің ырғағы бар. Сол тондармен айту керек. Ол Қытай тілінде бізде жаңа айтқандай 4 түрлі тон бар. Сол 4 тон бізде бірінші тон, екінші тон, үшінші тон, төртінші тон деп айтылады, иә? Атаулар осындай оңай ғана. Бірінші тон суретте көрсетілгендей тегіс, екінші тон көтерілген, үшінші тон бізде бұрылған, яғни ырғақ бар ол жерде, және төртінші тон төмен қарай түскен. Қазір сіздерге бүкіл дауысты дыбыстармен, 24 дауысты дыбыспен кезек-кезек айтып шығатын боламын. Осы 4 тонды менімен бірге қайталап отырыңыздар міндетті түрде. Өйткені бұл тонды үйрену сіздердің ертең Қытай тілін дұрыс сөйлемеулеріңізге тікелей әсер ететін болады. Кеттік, ендеше бастайық. Адан бастаймын. Бірінші тоннан бастаймын. А. Екінші тон. А. Үшінші тон. А. Төртінші тон. А. Байқасаңыздар, бірінші тон тегіс. Екінші тон көтеріледі. Үшінші тон бұрылады ортасында. Төртінші тон. Яғни төмен қарай түседі. Дәл осылай ретпен әрқайсысын бір реттен бүкіл әріптерді айтып шығатын боламын. Менімен қайталап оқып отырыңыз. Кеттік. О. И. У. Ü. Әй. Әй. Вей. Дәл осы сияқты, иә, осы ретпен ары қарай жалғастыра береміз. Ау. Оу. Йоу.
Yo. Yo. Ye. 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 Yue. 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 R. 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 An. 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 N. 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 In. 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 When. 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 Une. 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 Ang. 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 응. 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 영. 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 옹. 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 мінекей бүкіл 24 дауысты дыбыспен осы 4 түрлі тонды айтып шықтық. Иә, видеоны осы жерден стопқа қойып, қайтадан басынан бір рет айтып шықсаңыз болады. Өйткені бұл тондарға өте көп жаттығу қажет достар. Ертең Қытайға барсаңыз, Қытайға оқуға, саудамен барсаңыз, тонды дұрыс айта алуыңыз, ол сіздің сөзді дұрыс айтып жатқаныңызға әсер етеді. Өйткені сіз басқа тонмен айтып қалсаңыз, сөзіңіздің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Біреумен барып амандасып деп боқтап қоюыңыз мүмкін деген сияқты ғой. Сол үшін тонға мән беру қажет міндетті түрде. Тонды қайталап отырып, бір жағынан 24 дауысты дыбысымызды да қайталап алдық. Енді одан кейін ескере кететін бір нәрсе бар. Қытай тілінде еще 5-ші тон бар. 5-ші тон деген қалай? Ол тонсыз деп айтылады. Яғни тон қойылмайды ол жерде. Тонсыз дыбыстар деп айтамыз. Ол қытайша чиншың деп айтылады. Яғни кейбір дыбыстарда тон болмайды. Ол дыбыстар әдетте сөз тіркесінің соңғы сөзі болып келеді. Яғни ол негізі өзі бөлек тұрса тон болады да, бірақ кейбір моментте сөйлемнің соңына келген кезде тоны алынып тастайды. Мысалы, әке деген сөз қытайша баба деп айтылады. Баба. Мысалы, ба деген ол әке деген өз сөз өзінде 4-ші тон бар, мына жерде байқасаңыздар. Ба. Бірақ екеуі қатар тұрған кезде екіншісінің тоны алынып тастайды. Баба. Естідіңіздер ма? Разницасын. Баба. Екіншісінде тон айтылмайды ешқандай. Баба. Тонсыз дыбыстар деген осы. Келесін көрейік. Ана, мама деген қытайша тоже мама болады. Біріншісінде бірінші тонмен тұр, міне ма деп бірінші тонмен ма. Екіншісінде тон жоқ. Бұл мама деп оқылады. Мама. Мама. Тонсыз осылай естіледі. Ол не обязательно мындай қайталанған сөздерде. Тағы кәдімгі кейбір сөздері болады. Мысалыға, менің немесе менікі деген сөз қытайша оды болады. Оды, о деген мен, бұл жердегі д дегеніміз уже не болып тұр ғой? Тәуелдік жалғау, немесе ілік септігінің жалғауы дей ма? Оды менің немесе менікі. Оды, д дейміз әшейін, ешқандай тон жоғандай. д. Төртеуіне де сәйкес келмейді. Сондықтан бұлар тонсыз дыбыстар деп аталады. Яғни кейін біз өстіп иероглифтардың үстіндегі пининдарын, алфавиттерін оқып отырған кезде, егер ешқандай тон белгіленбесе, оны біз тонсыз дыбыс ретінде оқимыз деген сөз. Жақсы достар, тондарды осы жерге дейін түсіндірдім. Кейбір қайталау керек әріптер мен тондарды видеоны паузаға қойып, артқа қайтарып, қайтадан тыңдап көрсеңіздер болады, және солай істеу қажет. Өйткені жаңа айтқанымдай тіл үйрену үшін өте көп практика қажет болады. Жақсы достар, сәттілік. Ендеше біз келесі сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде YouTubeға, Telegram, Instagramға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше.